Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер тәтті кекс дайындайтын боламыз. Рецептісі өте оңай, әрі тез дайындалатын болғандықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әдеттегідей керекті заттарды мен төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қантты салып, миксермен араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасындағы сүтті құйып, қайтадан араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырып алатын боламыз. Кейін разрыхитель және де ванилинімізді салып араластырамыз. Кейін сетадан өткізілген ұнды салып, қамырымызды бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Назар аударыңыздар, біздің дайын қамырымыз осындай болады. Дайын қоспамызды мешокқа салып алып, формаға салатын боламыз. Құймамызды ыдысқа толтырыңқырамай саламыз, себебі ол көтерілетінін ескеруіміз керек. Етіне сәндік үшін шоколадтарды салуға болады. Мен миндальный слизь қолдандым. Піскен кезде өте әдемі сән беріп тұру үшін. Дайын кекстарымызды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің дайын кекстарымыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де менің каналыма жазылып, менен жаңа видео күтіңіздер.